Миграция агентлігі 2024 жыл президент қарары менен шекілместірілген болып, бұл агентлік мемлекеттік миграция саясатын амелге асыру, һәм популаштыру. Сондай-ақ шет елде жұмыс істеп отырған Өзбекстан бұқараларына құқықтық һәм социалдық тараптан жәрдем береді. Миграция агентлігі алдынлары сол қамбағал қысқартыру һәм банклік министрлігінің жанында түзілген болса, президентіміздің басламасымен, сол президентіміздің 2024 жыл 17 октябрь күнгі 162 салы барманына декап миграция агентлігі өз алдына сол Өзбекстан Республикасы министрлік кабинеті жанындағы миграция агентлігі болып қайта түзілді. Сол миграция агентлігінің қайта түзілуі мünәсәбәтімен сол 2025 жылы сол министрлік кабинетінің 252 салы қарары тасдиқланды һәм де сол қарарына декар миграция агентлігінің мақсат вазифалары белгілеп берілді. Атап айтатын болсақ, сол миграция агентлігі қазіргі күнде сол шет елдегі жұмыс берушілерменен шартнамалар имзалау, жұмыс берушілер табу, сонымен бір қатарда сол шет елде жұмыс істеп отырған минет мигрантларымыздың құқық һәм мәселелерін қорғау мақсатында һәм де сол шет мемлекеттердегі сол шет елдік диаспоралармен бірге істесу вазифа қылып белгілеп берілген болса, міне 2025 жыл алып қарайтын болсақ, сол миграция агентлігі бір жоғары нәтижелерге ерісті десек қателеспеймін. Себебі сол 2025 жылда омында рауажланған мемлекеттермен, көптеген мемлекеттердің ірі жұмыс берушілермен шартнамаларды имзалауға ерісілді. Тарауларға бөліп айтатын болсақ, сол қызмет көрсету тарауы, істеп шығару тарауы, медицина тарауы, ауыл қожалық тараулары бойынша сол бұқараларымыздың сол мәселелерін қорғаған халда осы жұмыс берушілермен, бір қатар жұмыс берушілермен шартнаманы имзалады. жыл біз миграция агентлігіне келіп бірінші еттік жұмыс бойынша Англияға Носими іс орнына келіп тест болды, тесттен өттік, жақсы. Һәм Самарқанд viloyatына барып, сәубет болды, сәубеттен өтіп 2024 жыл май айынан бастап кеттік. Ол жерде көпшілік адамдармен кетеміз, бір топар болып. Ең көбі 25 адам болып барамыз, аэропорттан түскенде өздері күтіп алады. Сөйтіп жұмыс басталады. Маусими жұмыс орай 6 ай болады. Сол 6 айдан кейін қағидаларымен бойсынып, виза бұзбай тура келдік. Сол саламат. Миграция агентлігіне көп рахмет. Міне қазіргі күнде миграция агентлігі тарапынан мысалы шет елге жұмысқа барушы бұқараларды мысалы үйреніп шығармыз. Сол мысалында айтатын болсақ, қазіргі күнде бұл бұқараларымыз 3 тайпаға бөлінеді. Мысалы, бірінші тайпа бұл шет ел жұмыс берушісінің барлық талапларына тура келеді. Яғни, сол шет мемлекеттің тілін біле тұғын, һәм сол халықаралық дәрежеде тіл сертификатқа ие, сонымен бір қатарда кәсіп қанегелігі һәм кәсіп қанегелігін тасдиқлаушы диплом ямаса сертификатқа ие бұқараларымыз бұл бірінші тайпаға жатады. Екінші тайпаға жататұғын сол жұмыс іздеушілеріміз кәсіп ямаса тілге ие, бір тәрептеме ие, екінші тәрептеме қысқа мүдделік оқуға мұқтаж болған бұқаралар есептелінеді. Үшінші, мысалы шет мемлекетке барушы бұқараларымыз, бұлар шет мемлекетке баруды қалайды, бірақ тілден ямаса қанегелігім жоқ бұқараларымыз есептелінеді. Қазіргі содан кеп шығып, міне бұқарамыз кеп отырды. Мысалы алып қарайтын болсақ, бұл бұқарамыз шетке шығу паспортына ие, сонымен бір қатарда кәсіп қанегелігі бойынша орта мағлұматлы һәм жоғары мағлұматлы дипломға ие бұқараларымыз есептелінеді. Сонымен бір қатарда қарап отырсаңыз, бұл жерде мысалы сол техниканың басқарушы айдаушылық правасына ие, ең біріншілерінен бірі сол неміс тілі, мысалы міне оқыған һәм халықаралық дәрежеде Б1 сертификатқа ие бұқарамыз. Бұл бірінші тайпа бұқарамыз. Қазіргі күнде сол Германия мемлекетіне сол машина айдаушылық не бойынша мұражат етіп келіп отыр. Бұл бұқарамыз қазіргі күнде толық 100% жұмыс берушінің талабына
тура келеді. Бұл бұқарамызды ендігі Құда қаласа жақын күндерде сол жұмыс берушімен жүзбе сөhbетке қою режелестіріп жатырмыз. Міне бұл бұқарамыз әлбетте Германия мемлекетіне егер сөhбеттен өткен дәуірде жұмыс беруші тарапынан бұқарамызға жұмысқа шақыру қағазы келеді. Осы шақыру қағазы бойынша бұқарамыз сол Ташкент қаласындағы сол Германия елшіханасына виза алу үшін құжаттерін тапсырады. Бұқарамыздың визасы шыққаннан соң жұмыс беруші менен біргелікте Бұқараға жұмысқа бару уақыты белгілеп беріледі. Һәм Бұқара тарапынан сол билеттері алынғаннан соң сол бұқарамыз сол айтылған уақытқа сол мемлекетке жұмысқа жетіп бару керек. Әлбетте барғаннан соң бұқарамыз жұмыс берушімен екі тараплама шартнама түзіліп, бұл шартнамадан кейін бұқарамыз сол мемлекеттің қамсыздандыру бойынша қамсыздандыру компаниясына өзі қамсыздандырады. Һәм осы бойынша бұқарамыздың кепілдіктері артып бара береді. Жұмыс берушімен шартнамасына келетін болсақ, жұмыс беруші әлбетте ең кемі 1 жылға шекер жұмыс тәмелеп беру шарт. Егер 1 жыл жұмыс істеп, бұқарамыз еледі ұнамлы жұмыс істеген болса, бұл визасын жұмыс беруші тарапынан созу имканиятлары көрсетілген. Жатақ жайлары бойынша айтатын болсақ, жатақ жайлары бойынша жұмыс беруші тарапынан жақсы, қолайлы, жақын жерлерден жатақ жай тауып беруде жәрдем береді. Жатақ жайлары бұқара есептелінеді. Міне 2025 жыл дәуірін алып қарайтын болсақ, сол Германия мемлекетінде сол 150-ден артық бұқараларымызды сол жұмысқа кетуі, Ұлыбритания мемлекетін алып қарайтын болсақ, сол ауыл қожалықтары оны сол 300-ге жақын бұқараларымыздың турадан-тура сол жұмыс берушімен сөhбет қылған қалда жұмысқа баруы, сонымен бір қатарда сол жоғары оқу орындарындағы оқып жатқан студенттерімізге work and travel дәстүрі бойынша бұлардың бұқараларымыздың жұмысқа баруы, бәрі һәммесі осының ішіне өз ішін қамтып алған. Және де сол миграция агентлігі осы 2025 жылдан бастап қазіргі күнге шейін давам етіп жатырды. Сол бұқараларымызды шет мемлекетке жұмысқа барама деген бұқараларымызды ұсынысына текар сол шет тілдеріне оқыту. Егер шет тілдеріне оқытқанда сол халықаралық дәрежедегі B1, B2 сертификатқа ие болатын дәрежеде оқытып, оларды сол шет ел тан алатын сертификатқа ие қылу. Сонымен бір қатарда егер кәсіп қанегелігі жоқ бұқараларымыз болатын болса, кәсіп қанегелікке ие, халықаралық тән алатыған сол ISO 9606 деген сертификатларға ие оқу орайларында оқытып, бұл бұқараларымызды сол шет мемлекеттерге сол жоғары дараматлы жұмысларға жайғастыруды мақсат қылғанбыз. Қазіргі күнде социалдық тармақтарда көптеген тарап жатырды, шет мемлекеттерге жоғары дарамат жұмысқа жайғастырып беремен деген бұл рекламалардың көбейіп кетуі мен сорап қаламын. Әлбетте бұл бұқараларымыз бұл социалдық тармақтарда шығып отырған бұл рекламаларға сенбеуіне, себебі әрбір мемлекетке кіру һәм сол мемлекетте жүру һәм сол мемлекетте істеу қағидалары белгіленген. Әлбетте бұл қағидаларды жұмыс беруші тарапынан түсіндіріледі, һәм сол жұмысқа жіберуші мемлекет тарапынан түсіндіріледі. Әлбетте бұндай социалдық тармақтарды көрген бұқараларымыз болса, турадан-тура миграция агентлігіне müracaat etse, бұл рекламаның тура екенлігі, ямаса надұрыс екенлігін біз әлбетте бұқараларымызға түсіндіреміз.